Мен намсыз, ондай болгон жок, магам барлык ролдор унайды. Кез келген дүниени алып чыга алам дейсиң го. Үч кинода да Иә. Баула сакчыларында анау билимде бир кыздар болот го, актерлукта жүргөн, өзүнүн образы болот да. Өз образын бердиңиз го, э. Панижгеймде түшкөн балдардын баардыгы негизи урууга ара өңкү бузук, анагы соткага кирип кеткен, тамак ішпейтин, ата-анасынан безген сондай балдардын орталыгына түшүп калган кыздар болду. Эми ол жерде жетишкен роль болгон жок энди. Айтып алыштым дейсиң. Ойнойт. Бирок сол жерде де мына бирөөнүн баласындайда да Панфиловдо түсөрдүк го дейт кабирде. Ол жерде де өзүнүн ролдору болду. Ауызбирчиликке жумуш жасайтын кыздар. Бул жерде бир нерсе айтайынбы? Бир секрет деп айтайын. Айтыңызчы. Негизи кез келген ролду алып чыгууга чамасы жетет деп ойлойм. Жетпесе, жүйөлүү түрдө жумуш жасайбыз. Кез келген ролго дайын бол. Керек болсо жанагы саудың да, аурудың да, эми бул образ го. Байдың да, кедейдин де, бомждун да ролун ойноого дайын болуңдар деп айтам да мен. Өйткөн бала дайын, психологически дайын болуу керек. Менимче сизде осы Гүлсина, орустарда айтат го, палочка, выручалочка деген сондай го дейби? Кез келген жерге сен алып кете аласың деп. Сону айтайын деп келе жаттым жанагы. Каңтар мына бирөөнүн баласындай фильмин түшүргөндө Жаркентте 11 күн сөмкү болду го. Сол жерде продюсердин ассистенти болуп барып келди обуз. Мәссаған. Өзү кинода. Ол мынандай да кызык. Балалар жанагы кешке жакын келип чарчап жатады го. Баарыбыз ана бир жалдап алганбыз, жанагы актерларыбыз бар, бүкүл группа бар, жанагы түсүрүлүм тобу бар, поварыбыз барлыгы сол жерде. Жанагы балалар келип осы жақтан алып бардым, 7-8 бала ойнап жүр, осы жақтан барған жаңағы өзімен бірге үлкені бар, кішісі бар, бәрі жатыр. Сон кешке жақын келіп шаршайды, отыр, аналар деген ойнап кетеді, кішкене өздерінің қатар ғой бәрі көбі. Тағы бір нәрсе істеп, бір магазинге барып келіп, сөйтіп жатса бұл шаршайды. Содан неге себебі өткенде айтып отырмын ғой, осыны қызық қой. Бұл ассистент болып барып келді ғой. Мысалы қыздардың, ұлдардың сахналары көбінесе бұл жерде жеке-жеке болды да. Өздері сондай бір ішінде көптеген сахналар жеке-жеке ойналды. Сонда қыздардың сахнасы, ұлдардың сахнасы болған күні, мысалы 2 күн, 3 күн қатарынан болған кезде қыздарымыз демалып жатады базада жаңағындай. Мысалы, Гүлсина бізбен бірге. Неге? Себебі бұл жаңағы балалардың келіп кетуі, олардың тамақ ішуі, киімдері, мысалы, бүгін түскен сахнаның жартысы ертең түседі. Дәл сондай киіммен болу керек. Жейдесі болсын, курткасы болсын, дәл сондай бір шаштарын бізде ата-аналарда пысық қой кей кезде. Бүгін баланы жіберсең, ертесі күн шашын прическасын жасап келіп алған. Омен жаңағындай талай қыздар болсын, кейін қайтадан түсірілген кездерде мысалы осындай дүниенің барын қадағалап отырады. Кешке жақын айтты, ертеңгісін мынандай, ана кеше бағана ақ кроссовкаңды ұмытпай киіп келсең суретін мынандай болған деп суреттеді. Бұл енді екінші Мұратәлі аға продюсердің ассистенті қылып дайындап жатырмыз. Болашақта біздегі балалар киностудиясы, жалпы енді киностудия ғана емес, балалар продюсерлік орталығы болғаннан кейін біз әртүрлі бағытта балаларымызды дайындағымыз келеді. Мысалы, менің алдыңғы уақытта Гүлсина жүрген жерде мен ешқандай уайымдамайтындай деңгейге алып бару керекпін ғой. Қазір 8 оқимын, мен 11-ші сыныпты бұл қыз бітіргенше бұны мен маман қылып тәрбиелеу керекпін. Мен қасында жаңа командам бар. Динара Аманжолқызы қазір бас көз болысы. Енді жаңағы айтып отырмын ғой. Анау Лепсі жақтан көшіріп алып келген Айгерім тұрған деген қызымды. Ол қызды мен журналистика саласына, дикторлыққа, мысалы өздеріңіз сияқты, байқадым. Радио жүргізгенге, сонымен қатар неге дайындап жатырмын? Грим, режиссер по гриму дейміз ғой, енді грим режиссер ретінде дайындалып жатырмыз. Өте бір еңбекқор бала, өзінің қызығушылығы соншалықты өткенде адамның бір көңілін бір сондай бір жылы ұялататын дүниелер көп қой балалармен істеп жүрсеңіз. Ата-анасымен бірге үлкен бір неге барыпты, сауда орталықтарына, Алматыға бір жерге. Мына бір сөмке қылып өзінің жаңағы косметикасын алып келіп, неше түрлі ағай мен мынандай алып келіп, мен ана балалар күнде отырған жерінде бір бас салып, ұлының қызын бояндырады таштап. Айтам, теспеші бір 2 күн тез. Айгерімнің жаңағы қызығушылығы кино саласында. Негізі мына актер ретінде жұмыс жасауы ойыны өте тамаша. Мысалы, Гүлсинамен қатар мысалы қалыптасып келе жатыр ғой. Ал енді Раушан деген бір қызым бар, ол да 7-ші сынып оқиды. 11-ші мектептен оны кеше ғана
25 мектепке Айгерімнің қасына ауыстырып, Мәссаған. мен әйтеуір балалардың бәрін қалаңшының сабырамда ждым. Бір жерге чоғырландырып, жаңағындай ол қызымыздың актерлығы өз алдына тамаша ерекшелігі бойындағы менің байқағаным осы соңғы 6 айдың ішінде. Мынау таза қоюшы режиссер дейміз ғой. Режиссерлыққа өте болашағы бар. Енді динамика деген сұмдық. Мәссаған. Мықты дайындығы, мен қазір бел шешіп соған кірісіп жатырмын. Ол қыз болашақта өзінің қасында продюсері бар. Команда ғой дайын оларға. Дайын продюсері, өзі режиссер, гримері бар, тағы актерлардың барлығы қалыптасып жатыр. Үлкен бір команда. Алдыңғы уақытта сол жаңағы сол балалардың атымен киносын көруге Алла жазса екен деп жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы осындай дүниелер біздегі бар жаңалықтың бәрін айтып жатты. Енді біздің эфирлік уақытта ақырындап таяп қалып жатыр. Енді осы ата-аналарға айтатыныңыз болса, жетісулық тыңдарман қауымға тілек лебіздеріңіз болса, құба-құп айтам. Бір ауыз. Наурыз өтті кеше ғана, айт мерекесі өтіп жатыр, иә? Бір ауыз. Әдемі тілегіңді білдірсе. Қазақ елі өткен наурыз құтты болсын, айт құтты болсын. Сіздерге денсаулық тілеймін. Дендеріңізге саулық, үйлеріңізге береке, бастарыңызға амандық тілеймін. Ой, рахмет, әумин. Мұрат Әлі аға, өзіңіз бір. Енді әйтеуір жүрген жерімізде мүмкіндігінше бір жақсы нәрсені тілеп жүреміз, айтып жүреміз айтар. Дегенмен еліміз аман, жұртымыз тыныш болса екен дейміз ғой. Біздің бір тілеріміз ұлыстың ұлы күні, наурыз мерекеміз тойлап жатырмыз күні кеше ғана. Мерекеге жете берейік. Жетісу медиаға шығармашылық табыс тілейміз. Жаңағы кемедегінің жаны бір демекші. Шығармашылықтағы осы Жетісудағы, осы өз өңіріміздегі беделді бір жалғыз ғана телеарнамыз, осы радиомыз. Сіздер дами беріңіздер. Әумин, айтқаныңыз келсін. Салтанат саған үлкен рахмет, бізді эфирге шақырып, бөлісіп, біздің ішкі дүниелерімізді көрермен білсін деп, осы бұлардың барлығын балалардың шығармашылығы ғой. Сондықтан барша жетісулықтарға, барша қазақ еліне тыңдап отырған барлық көрермендерге тек жақсылық тілеймін. Еліміз аман болсын. Әлемдік деңгейдегі шығармашыл жастарымыз Димаш сияқты көп болсын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ұлт тәрбиелейтін жақсы туындыларымыз, киноларымыз көп болсын. Соған қызығатын өнерге жанашыр қазақтың ұл қыздары көп болсын. Тек жақсылық болсын. Рахмет шақырғандарыңызға, өте үлкен рахмет. Сіздерге де рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, келіп, өзіңіздің қосымша көмекшіміз деп отыр. Негізі микрофон ол кісіде емес, бірақ төртінші адам болып отыр. Бізбен бірге жаны беріп, переживать етіп. Жақсы, үлкен жобаларыңызға сәттілік тілейміз. Талантты шығармашыл өнерпаздарыңыз көп болсын. Ал құрметті радио тыңдарман, баршаңызға тағы да қайырлы таң тілейміз. Тікелей әуе толқынында ашулы ақпараттық танымдық бағдарламасы. Тікелей эфир тізгінінде Салтанат Шексенбекқызы. Эфирімізді әуенмен әрлеп, сәнін кіргізіп отырған әріптесім Сафа Серғазы. Әрқашан Жетісу радиосы әр шаңырақ